Армысыз, құрметті тыңдарман. Каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Жаз, жайлау, шұбала қонған киіз үйлер. Қанаптас бір ауылға апа мені жетелеп, қыдырыстап келген. 3-4 әйел үйде шай ішіп, әңгімелесіп отырды. Мен сыртқа асық ойнаған балалардың қасында қызықтап қарап тұрмын. Ересектеу баланың бірі кенет иығымнан жұлқып қалды. Әне, сені тастап, шешең кетіп бара жатыр. Ауылдың ортасын қақ жарып, тарам-тарам соқпақ жол өтеді. Сол жолмен түйеге мінгескен екі әйел соқтырып кетіп барады. Екеуі де кимешек киген. Артындағысы аумаған менің шешем. Мені бөтен ауылда қалдырып жөнеп барады. Мен шешемнен өлмей қалармын. Апа! Деп артынан қуып бердім. Қолындағы дауысым Құдайға жетіп, бақырып жүгіріп келем. Аяулы шешемнің маған бұрылып қарағысы да келмейді. Апа! Бақырудан өңешім жыртыла жаздайды. Жол шетіндегі үйлердің адамдары бәрі маған қарап қалған. Тек шешем ғана қарамайды. Ұзын аяқтарымен тайраңдай желген жүрдек түйе оңайлықпен жеткізбейді. Бір әйел көлденеңнен дауыстай: «Әй қатын, балаң жылап келеді», деді. Шешем енді ғана маған жалт бұрылып қарады. Сөйтсем, шешем деп жылап келіп жатқан адамым мүлдем бөтен. Алдындағысы да мен танымайтын басқа ел. Өз шешем сол әлгі шай ішкен үйде отыр. Уақыттың көбін су бойында өткіземіз. Су бойында ойнаймыз. Міне, енді қалжырап үйге қайтып келем. Қарнымда түк қалмаған, ашпын. Шешем құрталған берді. Дәмсіз қара талқан. Жейін десем тамағынан жүрмейді. Біздің ауылдан жоғары 1 шақырымдай жерде Киікбай ауылы. Сонда күйеуге тиген немере әпкем тұрады. Қалай келгенімді білмеймін. Сол үйде қазанға қарып жапқан күйелештеу нан жеп отырмын. Бір кезде есіктен шешем кіріп келді. Мені көріп, жылап бас салды. Неге жылайтынына түсінбеймін. Сөйтсем, шешем мені аяқ астынан жоғалтып алған. Бүкіл ауылдан іздеп таппаған. Суға ағып кеткен деп ойлап, есі қалмаған. Бұдан аз бұрын шешем мені осында ертіп келіп, нан жегізген екен. Тағы да киіз үй тіккен көшпелі ауыл. Күз кезі болар, жердің оты қашқан. Ауылға 4-4-тен сап түзеген салт атты көп әскер кіріп келеді. Бастарында шошақ төбелі шлем, будиновка, мойындарында найзалы мылтық. Алдыңғы біреу желбіретіп қызыл ту ұстаған. Кілең шолақ құйрық аттар. Жұрт үйлерінің есіктерінен бастарын шығарып қарап қалған. Әскер ауылдан өлеңдетіп шығып кетіп барады. Дауыстарынан жер солқылдайды. Ауылдың қасындағы қара жолдың шаңын аспанға көтеріп, қора-қора мал айдап өтеді. Аттылы жаяу адамдар малмен бірге кетіп бара жатады. Кейі мойындарынан айқастырып тапанша сумка салған. Бұл кәмпеске. Кешқұрым отбасын айнала отырып алып, үлкендер әңгіме шертеді. Іштерінде менің әкем, ағаларым. Жұрт колхоз болады. Бірі қазаннан ас ішіп, бір көрпенің астында ұйықтайды деген тәрізді үрейлі әңгіме айтылады. Бай құлақты жояды екен дейді. Бай түсінікті, жоя берсін. Ал құлақты неге жояды? Кеземе сонда? Түсінбеймін. Бәлшейбек, социализм, комсомол деген тәрізді жаңа сөздер жиі айтылады. Пәленше комсомолға жазылыпты десе, тыңдап отырғандар үдірейсіп қалады. Біздің үйдегі бірден бір хат танитын оқымысты сатылған ағайым. Ол үлкендігі тоқымдай қарала қағаздар ұстап келеді. Аға, бұ не? Кәзит. Кәзитте бұл ел үшін соңғы зат. Сатылған оқиды. Басқалар жапырлап құлақ түріп тыңдайды. Содан соң, кәзит олай депті, кәзит былай депті, деп таратып әкетеді. Оқылған газет жыртылмайды. Үйге көрік беретін кілем орнына қабырғаға жағалата ілініп қойылады. Әрі жерінде адамның және бірдеңелердің суреттері. Мен суреттерге тамашалап қараумен болам.
мұншама ұқсас салынғанына таңырқаймын. Аға, газет қайдан келеді? Деп сұраймын. Алматыдан келеді, үкімет шығарады. Алматы жер түбі, үлкен қала екенін білем, ал үкімет не? Үкімет, ол осы жұрттың бәрін билейді. Байларды кәмпеске жасайды. Түсіндің бе? Мен басымды изеймін. Еміс бірдеңелерді түсінетін тәріздімін. Жігіт болып қалған сатылған ағайым кішкентай ойық терезенің алдында тікесінен тік тұрып кітап па, газет пе, бірдеңе оқып тұр. Қарағым, көргім келеді. Бірақ Қазекең көңілі түскен жерден оя салған терезе тым биік. Бойым жетпейді. Сатылханның о жақ бұ жағына шығамын, көре алмаймын. Ал бірақ көруім керек. Сатылғанның сол жақ қасында қабырғаға сүйелген келсап тұр. Келсаптың қасында сүйеулі шалғы тұр. Әлгінде шешем келсапты төсенші етіп, сапсыз шалғымен тері сүргілеген. Содан соң екеуін қатар сүйеп қоя салған. Келсаптың қол ұстайтын жері ойық. Соған аяғымның ұшын тіредім де, сатыға өрмелеген адамша созылып, көтеріле бердім. Жалаң аяқпын. Көтеріліп үлгермедім. Аяғым тайып кетті де құлап түстім. Бір аяғымды құшақтап, зарладым да қалдым. Асыл шалғының ащы жүзі май табанымды ырситып сойып түскен. Бұрқ ете қалған қараққан жаралы аяғымды шеңгелдеп ұстап алған қолымның сыртына көл-көсір жайылып барады. Ас үйден шешем жетіп келді. Жараға киіз күйдіріп басып жатыр. Ыстық киіз қарып өлтіріп барады. Шыды, қаны тоқтайды. Сүмбеден әжем бөпке келген. Әже, маған не әкелдің? Деп қалта-қалтасын ақтарып жатырмын. Әжемнің қалталарында түп болмайды. Түп болатын шығар-ау, бірақ оған менің қолым оңайлықпен жетпейді. Қолтығыма дейін сұғып жіберіп іздегенде, қалта түбінен қолыма ілінбейтін нәрсе жоқ. Жіп-шу, қол орамал, оймақ, құрт, кәмпит бәрі аралас. Кешкі уақыт. Бәріміз үйде отырмыз. Мен әжемнің мойнына асылып, мазалап ойнай бердім. Әжем көнбіс әрі ие жұмсақ. Мазалатың деп ренжімейді. Зекіріп, дауыс көтергенді білмейді. Қазандықтың алдында жайнап жатқан отты көрсетіп, «Ана отқа түсесің, қой», дейді. Мен қоймаймын. Қой деген сайын ерегісіп кетем. Арт жақтан тағы да жүгіріп келіп, мойнына асыла кетем дегенде, бөпке әжем еңкейіп қалсын. Мен екпініммен арасып домалап түсейін. Жайнап жатқан қызыл шоқтың тура үстіне құладым. Отырғандар шу ете қалды. Әсіресе шешемнің дауысы ащы шығып кетті. Мен және бір домалап шоқтың үстінен ара асып кеттім. Қазақшылап айтқанда, Құдай қаққан, еш жерім күймеген. Шілденің ыстық күні. Әжем екеуміз сүмбеге нағашым үйіне жаяу келе жатырмыз. Даланың шыңдауыт қара жолы. Жүргінші аз. Бойы шағын әжем аяғын тыпың-тыпың тез басады. Мен енесіне ілескен құлын тәріздімін. Біресе о жағына, біресе бұ жағына шығамын. Зорға ілесіп келем. Судың арғы өңірі ойпат, тоғайлы алқап. Одан әрі тау. Таудың аппақ басы күн нұрымен шағылып көзді елатады. Әжемнен ол аппақ не екен сұраймын. Қар дейді. Жазды күні де қар бола ма? Болады дейді әжем. Қызық, қалайша еріп кетпейді? Таудан бері жазық сардала. Дала төсінде жарқырап аққан өзен. Тау өзені. Одан да әрі сар жазықтың бетінде темір пештің қызуына ұқсаған, жалындаған ғажайып бір толқын байқалады. Жерден будақ-будақ шығып жатқандай болады. Мен қызықтап қарап, көз алмаймын. Әже, анау алыстағы будақ-будақ толқын немене? Әжем оның сағым екен айтады. Сағым деген немене? Түтін бе? Әжем күледі. Сағымның түтін емес екенін түсіндірген болады. Қасына барып, қолмен ұстауға бола ма? Ақымақ неме. Сағым мол, жел секілді. Желді қолмен қалай ұстамақсың? Жауыннан соң кемпір қосақ пайда болады. Дөңнің ар жағында
жап-жағын жерде тұрады. Мен қанша рет оның қасына жақын бармақ болып жүгірдім, бірақ жете алған емеспін. Бір дөңнен ассам, және бір дөңнің ар жағына секіріп шығып, алыстай беретін тәрізді. Сағымда соған ұқсас болғаны ғой. Көруін ап-айқын көресің, ал бірақ жақындап қолмен ұстай алмайсың. Қызық. Бұған да менің ақылым жетпейді. Мен шаршай бастадым. Апа, Сүмбе әлі алыс па? Бүгін ұшқа жетіп қонамыз. Сүмбеге ертең барамыз. Үш алыс па? Жоқ, онша алыс емес. Мен әжемнің арқасында келе жатырмын. Аяқтарым тынығып, жетісіп қалдым. Жолдың екі жақ жағасы биік шилер. Қияқтары желкілдеп, қау болып көрінеді. Шидің арасы толы шырылдауық шегіртке. Төңіректі мұң құбылтып әнге толтырады. Екі көзі маржанға ұқсаған, шекесінде екі тал қыл мүйізі бар. Ұзын сирақ, қанатты көк шегірткені көк шөптен айыру қиын. Адам жақындаған кезде әндетуін қоя қояды. Әбден үстінен басар болғанда тыз етіп бір-ақ ұшады. Анадай барып лақтырған тасқа ұқсап торс етіп салмақпен қонады. Сосын сен ұзай бастағанда тағы да сайрап жөнеледі. Ұшта әлдекімнің жер үйінде отырмыз. Төте оқу дейтін сөз шыққан. Ауылдың бар адамын оқуға, хаттануға шақырады. Шалдарға дейін қойындарына қағаз, қарындаш салып жүреді. Жұрт бір үйге жиналып сабақ оқиды. Оқытушы сатылған. Мен есікті ақырын ашып сығалап қараймын. Тақтаға жазылған әріптің біреуін сатылған өзінің зіңгіттей оқушыларының бірінен «Мынау қай әріп?» деп таяқшамен көрсетіп сұрап тұр. Анау жауап бере алмайды, шатып бұтады. Ол қай әріп екенін мен білемін. Есікті кеңірек ашып, айқайлап айтып жіберем де тұра кеп қашам. Кейде сатылған оқушыларына дәптер, қарындаш үлестіреді. Бір дәптер, жарым қарындаш маған да тиіп қалады. Қарындаштың аздығынан екі адамға біреуін бөліп беретін. Қуанышым қойныма сыймай, үйреніп алған әріптерді шимайлап жазумен болам. Балалық шақтың ең арғы түкпірінен есімде қалған суреттер міне осы тәрізді. Біреуіне біреуі жалғаспайды. Үзік-үзік. Мас болып немесе ұйықтап отырып көрген кино тәрізді. Басы болса аяғы жоқ. Аяғы болса басы жоқ. Көгендеген қозыдай уақыттың желісіне тізіп тастап, рет-ретмен баяндауға келмейді. Қостөбе, застап, шекара. Қазақстанның картасынан Алматыны көзіңізді жұмып тұрып тауып алатыныңызға мен дауласпаймын. Астанаға дәл барып тірелген саусағыңызды енді тау сілемімен шығысқа қарай сырғытыңыз. Тоқтаңыз. Мен әңгіме етіп отырған үркердей шағын ауыл Қостөбе, міне осы арада, шекараның дәл түбінде. Менің Қостөбем, менің текесім. Әне бір көкшіл жіптей тартылған жіңішке өзенді көрдіңіз бе? Текес сол. Белгілі Іле өзенінің басы. Қостөбеде негізінен құрмандар тұрады. Құрманның Киікбай, Найза деп айталатын екі руы. Біз найзамыз, дұрысы 5 найза. 5 найза екіге бөлінеді. Бейназақ, жолыш. Біз жолышпыз. 5 найзалары ежелден жауынгер, ұры ел болған. Рудың 5 найза атануы да тегін емес. Бір үйдің шаңырағынан сорайған 5 найзаның ұшы шығып тұрыпты. Содан 5 найза атаныпты деген сөз бар. Текестің күнгей шығыс бетінде біреуіне біреуі жалғаса біткен екі қырат төбе тұр. Қостөбе деген сөз содан шыққан. Қостөбенің тап іргесінен шекара күзететін қалашық застава орнады. Қазақтар застап дейді. Конфискациялау кезінде шекарадан ауа қашқан байлардың қора жайлары иесіз қалған. Соларды жамап жасқап жөндеді де солдаттарға мекен жай етті. Шекарашылардың көбі орыстар, қазақша білмейді. Бірлі жарым қазақ солдаттар бар, аудармашылық жасайды. Украин, Беларусь дейтінде ұлттар барын қараңғы халық біле қоймайды. Түсі сарының бәрін
орыс деп қарайды. Сонау Украинадан, ішкі Россиядан әкелінген басқа орта, басқа жағдайда өскен өрімдей жас солдаттар мұндағы тіршілікке бір дегеннен бейімделе кетпейді. Елге де, жерге де жұғымдары аз. Таулы аймақты жөн тауып жүріп тұрудың өзі олар үшін әуелгі кезде оңайға түспейді. Сондықтан солдаттар шекараға, нарядқа барып қайтқанда адаспас үшін олар жүретін соқпақ жолдардың бойына сырғауыл ағаштар қадап, ол бастарына сыпырғы тәріздендіріп қойған. Мал адамның бауыр еті. Ауылда күнде жиналыс. Елді коллективке тарту. Салақтатып сумка салған өкілдер келеді. Өкіл келсе жиналыс шақырылады. Қараңғы халық аңқау бала тәрізді. Кім не айтса ауыздарын ашып тыңдайды. Өкіл болып келген адамды Құдай көреді. Колхоз жөнінде, болашақ өмір жөнінде неше алуан гу-гу әңгімелер. Колхоз болмаймын деп қашып жатқандар бар. Қазақтың бар өмірі малмен байланысты. Мал тамақ, мал киім, мал көлік, мал отын. Отқа мал тезегі жағылмай ма? Мал баспана. Киіз үйдің бар жамылғысы малдың жүнінен жасалмай ма? Жер суға сыймай жататын малдан бұл кезде тамтық қалмаған. Қазекең мал бағудың ғасырлар бойғы азабынан құтылған. Мал жоқ болған соң енді әлгі аталғанның бәрі жоқ. Жеуге тамақ болмағаннан өткен аянышты не хал бар екен? Жоқшылық тек біздің өлкеде болмаса керек. Ішкергі Алматы, шелек төңірегінен жан бағыс іздеп, жек-жат жұрағаттарын сағалап шұбырып келіп жатқан жұрт. Түр-түстерінен кісі қорыққандай. Көктем, күн қызу. Ауылдың қасындағы төбесіз ескі тамның біреусін бір жас жігіт мекендейді. Аяқ қолдары шелектей боп көгеріп ісіп кеткен. Көздері қап-қара, әдемі. Оқта-текте ел қыдырып, қайыр тілейді. Өзінде жоқ ел оған не беру мүмкін? Жаркенттен біздің үйді мият тұтып Мұқамеди, Жүніс дейтіндер келген. Жүніс шал, Мұқамеди оның баласы, жігіт. Әйелдерінің аттары есімде қалмаған. Мұқамедидің менің құралпы бір ер баласы бар, аты Садық. Екеуміз бірге ойнаймыз. Садықтың сары резинкадан істелген мүйіз заттары бар, рогатка. Біз Қостөбенің балалары бұрын мұндайды көрмегенбіз. Біздің қару жарақ қорымызда мұндай аспап бұрын соңды болмаған. Біздің қаруларымыз садақ, сақпан. Бұнымен атса адамда өледі, дейді Садық. Біз сенеміз. Керемет қаруына бола басқа балалар Садықтан именеді. Адал еттіден Жүніс, Мұқамадилерде бір кәрілеу торы ат бар. Бізде түк жоқ. Екі үйдің аяқлау етері сол ғана. Отқа жағатын көктал тоғайдан сонымен әкелінеді. Ауылдың дәл қасындағы түбекшіге тұсап қойған тор ат бір күні тұсауымен текеске түсіп өліп қалыпты. Ішіне су толған қарнын қампитып, бірнеше адам жағаға сүйреп шығарды. Мал иелерінің сондағы боздап жылағанын көрсеңіз. Шалда Мұқамеди де, әйелдер де, тіпті кішкентай Садықта мал емес. Ең бір аяулы жақын адамдары өлгендей, көздерінің жасы көл болып еңіреп жүр. Қазаққа малдың қаншалық жақын екенін мен сонда білдім. Бір үйдің бүкіл үміт тіршілігі, күн көрісі торы атпен қоса өлгендей еді. Оқимын. Жас кезінде өзіміз үйде барда, күндізі біздің үйдің есіктері еш жабылмайды. Даладан жарық пен таза ауа кіргізіп, есік жабық болса, мұрынды дері бітеп қалатын көп иістен жанымызды сақтап тұрады. Егер бар болып, қарынға тамақ салып алса, жан сақтаудың бұлта таптырмайтын тәсілі. Ал жоқ болса, уақасы жоқ. Адам тамақ ішпейде өмір сүре алатынын біз тәжірибеде көріп жүрген жандармыз. Есік жабық кезде үй ішіндегі адамдар біреуі әзір көреді. Дастархандағы тамақты әзір таниды. Әйнектерін кір басқан бір ғана ойық терезе үйге түсері жарықтың қас жауы. Әлгіндей терезеде желдеткіш бола ма? Есік жабық болса, еңсең басылып,
үйде емес, үңгірде отырғандай боласың. Таңертеңгі уақыт. Екі есіктің екеуі де ашық. Төр үйде сыз еденге төселген құрым киіздің үстінде 4 көзіміз түгел азанғы шайымызды ішіп отырмыз. Шай емес-ау, ақ су. 4 көзге кіретіндер. Әкем Ыдырыс, шешем Әспет, тәтем әкемнің інісі Смағұл, ағайым Сатылған және мен. Бір үйде 5 жанбыз. Ауылдағы үлкенде емес, кішіде емес, орташа семья. Арық тізесі ағаштай сорайып, иегін тіреген аурушаң шешем жез шәугімнен ақ су құйып отыр. Еденге жая салған жамаулы шыт дастархан. Дастарханның дәл орта тұсына құрсаулы қоңыр жағал ағаш тостағанмен қара талқан қойылған. Тостағанда бір ғана ағаш қасық. Жұмыскер қасықта дамыл жоқ. Тостағанды шыр айналып, әркімнің алдына бір барады. Әр ауызға талқанды бір жеткізіп қайтады. Әкем Ыдырыс кең өңеш, қомағай адам. Қасық оның қолына тиген кезде тостағандағы талқанның бір жамбасы үңірейіп қалады. Науқас шаң шешем қасыққа сирек қол созады. Жұтсаң, кебек жұтқандай, өңешті тұтқырлап ұстап қалатын дәмсіз қара талқанды ол дені сау біздерге ұқсап қарпып жей алмайды. Мүмкін болса, бір уыс, жарым уыс ақ талқанды өзіне бөлек жасап жейді. Бір түйір, жарты түйір тәтті табылса, аузының дәмін алып, ақсуды сонымен ішеді. Мен шерімді бағана ішіп болғам. Сонда да дастархан басынан тұрып кете алмай, жіпсіз байланып отырмын. Оның сойылдай мықты себебі бар. Кенет ауыл қазағының дағдысымен есік қақпастан 2 адам салаң етіп кіріп келді. Ассаламағалейкум. Әлейки салам, төрлетіңіздер. Ұзынды қысқалы 2 еркек аласа есікті денелерімен бітеп қалбайып тұр. Оның бірі тәпелтек бойлы жалпақ жігіт Ұзақбай, осындағы ауыл совет хатшысы. Екіншісі дембелші толық денелі ақсары жігіт Бейтаныс. Ұзақбайдың қолында папкасы бар. Мен оның папка ұстамай жүрген көрген емеспін. Бейтаныс жігіттің де қолында кітап, қағаздары бар. Шайға келіңіздер, деп әкем мен ағаларым былай-былай сырғып, тосынан салаң ете қалған қонақтарға төрден орын босатысып жатыр. Папка қағаздарын төрдегі жүктің үстіне қойды да қонақтар отырысты. Бейтаныс жігіттің кигені қайырма жағалы сырт жейде. Галифе шалбар, етік. Беліне жалпақ қайыс белбеу буынған. Кепкасын шешіп, оны да жүк үстіне қойып жатыр. Басы қасқа бас екен. Жалтыр кең маңдайы алау кеугім үйдің ішінде жарқ ете қалды. Тосын кісілердің келуіне байланысты туған аз қарбалас маған жақсы болды. Дастарханның шешем жақ бұрышында шоғыр болып, 4-5 тал домалақ арзан кәмпиттер жатқан. Манадан сұғымды қадап, тұрып кете алмай отырғанымда сол еді ғой. Қолыма ілінген бір тал кәмпитті көз ілеспейтін жылдамдықпен қақшып алдым да, мен дағы қонақтарға орын босатқан болып түрегеп кеттім. Ұры мысықша жымып, есікке қарай жөнеп барам. Дәл осы кезде Ұзақбай, «Ей, тоқта!» деп дауыстап қалсын. Селк етіп тоқтай қалдым. Қолға түсті деген осы. Ұзақбай үлкен басын әкеме қарай бұрып, «Ыдеке, мына балаңыздың жасы 8-ге толды ма? Нешеде?» «Қайтеді?» «Биыл біздің ауылда мектеп ашылады», деді Ұзақбай. Мына кісі бала оқытуға келген мұғалім. Соған мектепке баратын балалардың тізімін алып жүредік. Мен дедім. Қолға түспеген екем. Мектеп ашылады деген хабарға құлағым елең ете қалды. Менің жасым түгіл, өз жасынан жылда шатасатын момын әкем менің қаншада екенімді дәлдеп айта алмайды. «Қайдам, Әспет білмесе?» деп өзінен гөрі зейінді шешеме қарады. «Алдағы наурыз көжеде 9-ға толады. Рысжан күйеуге берілетін жылы туған», деді шешем. «Рысжан қайда? Мұнда берілмеді ме?» «Мұнда емей-ақ. Дәл солы жылы болатын. Кебеже жәкемдікі бәріміз ана ар жақта қара судың бойында отырғанда туған.
молда қожаны құтырған ит талайтын жыл. Иә, шөп шабыс кезі болатын, деп әкем есіне енді түсіре бастады. Бұның туған жылы қай жыл екенін айтсаңыз, мен есептеп шығарайын, деді ақсары мұғалім. Ол салмақпен баптап сөйлейтін адам екен. Шешем менің тышқан жылы туылғанымды айтты. Қасқа бас мұғалім саусақтарын жұмып есептей бастады. Тышқан жылы болса, тышқаннан кейін сиыр. 1, сиырдан кейін барыс. 2, барыстан кейін қоян. 3, қояннан кейін ұлу. 4, ұлудан кейін жылан. 5, жыланнан кейін жылқы. 6, жылқыдан кейін қой. 7, қойдан кейін мешін. 8, биыл мешін. Дұрыс айтасыз, балаңыз 8 жасқа толып, енді 9-ға қараған. Оқу жасына толыпты. Қасқа бас мұғалім тізімге жазбас бұрын, оқығың келе ме? Деп сұрады. Мен құлшынып, келеді, дедім. Өмірі тіл сындырып, оқымақ түгіл, оқулық дейтін нәрсені қолға ұстап көрмеген дүм қараңғы әкем үшін, оқу ол менің қолымнан келе қоятын нәрсе емес. Бала неме мие ашып кетіп жүрмесе, деп ол мұғалімнің бетіне шүбәлана қарады. Ашымайды, оқимын, дедім мен. Біздің үйдегі бірден бір оқудың дәмін татып көрген адам Сатылған ағайым. Ол бұдан 4-5 жыл бұрын осы ауданның Қолтық дейтін жерінен 3 класс оқып келген. Сатылған мені қостады. Оқиды. Жалғасы келесі бөлімде. Тыңдағандарыңыз рахмет.